Сәлем қыздар, бүгін біз өзіміздің қаттама нанымызды жасайтын боламыз, немесе слоеная лепешка деп атсақ та болады. Мен бірге жасап көрейік. Кеттік. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды қосып, әрине оның үстіне тұзымызды қосып, араластырып алып, үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, қатты да емес, шілей жұмсақты болып кетпейтін қамыр илейтін боламыз. Менімен бірге жасап жатсаңыздар, онда менің YouTube каналыма қоңыраушаны басып, комментарияларыңызды жазып отырыңыздар. Ұнаса ұнады, ұнамаса да оны да жазып отырыңыздар. Қамырымызды иледік. Енді қақпағын жауып, илегін қандырып алатын боламыз. Илек қанып болғаннан кейін, біз осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөліп, қайтадан егін қандырып алатын боламыз. Осы уақытта мен майымды ертіп алдым. Ертіп болғаннан кейін қамырымды қайтадан жайып, оның сәл көбірек қып сеуіп, осылай 4-5 қылып қоя тұратын боламыз. Екінші қамырымызды жайып бастайтын боламыз. Мен начинкасына тек қана сливочный май жағатын боламын. Сіздер пиязды немесе жусайды қуырып салсаңыздар, ол да өте тәтті болып шығады. Қанша мөлшерде керектігін осы рецепттің астыңғы бөлігіне қалдырып кететін боламын. Дәл менің мөлшеріммен жасап көріңіздер, міндетті түрі де шығатын болады. Қамырымыз өте керемет болып шықты. Сіздер де менікіне жасап көріңіздер. Еріген майымызды құйып, бір келкі қылып жағып алатын боламыз. Дәл менікінде жасап көріңіздер. Бір келкі қылып жаққаннан кейін екінші қамырымызды үстіне қоямыз. Үстіне қойып, оның үстіне де майымызды жағып алатын боламыз. Меніке бір келкі қылып жайып шықтым. Енді осылай пышақпен дәл осындай көлемде кесіп алыңыздар. Кезектесіп, осылай орап шығамыз. Мінекей, өте слоеный болды. Осылай орап қойып қоямыз. Менде бұдан 6 штук шықты. Осы 6 штугымды енді холодильникке жарты сағатқа қойып қоямын. Өйткені ішіндегі майы қазіргі жайған кезде ағып жатпау үшін, және де майы сіңу үшін холодильникке осылай салафанға салып қойып қоятын боламын. Холодильниктен алған соң, осындай сіздер көлеміне қарай, табаларыңыздың көлеміне қарай осылай үлкен немесе кіші қылып істесеңіздер болады. Мен табам сәл үлкенірек, сол үшін осылай илеп алдым. Қараңыздар, өте слоеный екені осы мен видеомда көрініп тұр. Жаюы да өте ыңғайлы болады. Холодильникке салып болғаннан кейін майы шықпай. Осылай кезектесіп, жайып шығып алдым. Осылай қойып қойдым. Осы аралықтарда табамды қыздырып алып, қақпағын жауып, осылай кезектесіп аударып отырып пісіріп алатын боламыз. Яғни табан асты қатты қызып тұрмауы қажет. Орташа осылай істеп алыңыздар, және де кезектесіп аударып отырыңыздар. Өйткені бір жағы майлы, бір жағы құрғақ болып кетпеу үшін өте керемет болып шықты. Қазақтың контентін қолдап, коммент, лайк жазып қойыңыздар. Жаңыл Үсенқызы, ас болсын. Рахмет.